Сәлем досым. Бүгін эмоция арқылы есімді тап ойынын ойнайтын боламыз. Барлығы 30 сұрақ, ойлануға 8 секунд уақыт беріледі. Бір дұрыс жауапқа бір ұпай. Ойынды бастамас бұрын Бөбектер каналына тіркелуді ұмытпа. Ал ендеше біз бастайық. Ең бірінші сұрақ. Эмоция арқылы есімді тап. Иә, күн сұлу. Бұл есімді тез тауып алатын сияқтысың. Жансая. Бұл қандай есім? Айбөпе. Бұл да оңай есім сияқты. Көз моншақ. Иә, Ақылбек. Бұл есімді де тез тауып аласың. Дұрыс, Шалқар. Бұл қандай есім? Асхат. Бұл да саған оңай сияқты. Гүл ару. Бұл сәл қиынырақ сияқты. Айнұр. Бұл өте оңай. Иә, бүркіт. Бұл есім де сәл қиынырақ сияқты. Ойланып көрші. Қымбат. Ал бұл есімді тез тауып аласың. Иә, ақ жол. Есімді тап. Ханшайым. Досым, ұпайыңды санап отыр. Бір дұрыс жауапқа бір ұпай беріледі. Міндетті түрде пікірге жаз. Нұргүл. Азат. Бұл есім табу қиын ба, әлде тез тауып аласың ба? Жандос. Келесі есімді тауып көр. Айнұр. Асқар. Бұны да тез тауып алатын сияқтысың. Иә, Гүл Жан. Бұл есімде өте оңай. Ханзада. Ғалымжан. Бұл есімді тез тауып алатын сияқтысың. Қандай есім? Иә, Гаухар. Ақмарал. Толқын. Бұл қандай есім? Нұрай. Досым, қанша ұпай жинап жатқаныңды санап отыр. Пікірге жаз. Мен міндетті түрде оқимын.
Иә, Ержан. Бұл қандай есім? Дұрыс, Ердәулет. Махаббат. Иә, Тайлақ. Ең соңғы есімді тауып көрші, өте оңай. Иә, Айнагүл. Осымен ойынымыз аяқталды. Қанша ұпай жинадың? Міндетті түрде пікірге жаз. Ойын ұнаса менің парақшама тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Келесі кездескенше.